Бүгінгі таңда Сирия, Ауғанстан, Ирак секілді елдерде жүріп жатқан экстремизм мен терроризм қаупі Қазақстанға да келіп жеткендей. Басында елді дүрліктірмей мысықтабандап келген бұл проблема аса бір өзекті болып көрінбеген. Тіпті қазақстандық шетелдік сарапшылардың өзі Қазақстанға экстремизм мен терроризмнің қаупі төніп тұрған жоқ деген пікірлерін айтқан болатын. Алайда соңғы әзірде бұл пікірлердің күлі көк көшті. Себеп жалғыз. Сирияда жүріп жатқан заңсыз қақтығысқа Қазақстан атынан қатысып жүрген азаматтардың бары анықталды. Ол аздай елде отырып, Сириядағы қарулы қақтығысты қаржыландырған азаматтар да табылып жатыр. Осы жылдың 30 сәуірінде Орал қалалық сотында Әлшер Қарақбай, Ринат Жұмағали, Нұржан Бакушев, Руслан Чомаевтардың ісі қаралды. Аты аталған азаматтар Қазақстанда жұмысына тыйым салынған Әл-Каида террористік ұйымына енетін ИГИЛ террористік топ құрамында Сирияда қарулы қақтығысқа қатысып жүрген Ғұбайдуллиннің террористік немесе экстремистік қызметін қаржыландырған деген күдікпен 2015 жылы қамауға алынған. 2006 жылы Қазақстан Республикасының бас прокурорының мәлімдемесі бойынша Қазақстан Республикасының жоғары сотымен Әл-Каида ұйымы террористік деп танылып, Қазақстанда жұмысын жүргізуге тыйым салынған болатын. Осы жылы бұдан да басқа ұйымдардың жұмысы тоқтатылды. Алайда соған қарамастан терроризм мен экстремизм қаупін сезінбей, бұл ұйымның өкілдерімен байланысып отырған азаматтар бары өкінішті. Бүгінде қамауда отырған Ринат Жұмағали, Нұржан Бакушев, Руслан Чомаевтарға 2011-2012 жылдары Ғұбайдуллин жеке және қарулы жихад дағдыларын үйреткен. Жалпы аталған азаматтар Ғұбайдуллинмен 2011-2012 жылдары танысып, оның ықпалына түскен. Осы кезден бастап Ғұбайдуллин оларға салафиттік көзқарастың такфирлік ағымын насихаттап, жихад жасауға шақырып, дін үшін күреске, кәпірлерге қарсы соғысқа, қиналған мұсылмандарды құтқару үшін Сирия аумағында жихадқа қатысу жайында ой тастаған. Мен исламға өзім бірінші Қазталов ауданында дүниеге келгесін, Қазталов ауданында мешітте, сол мешітте имамға не істеп, исламға келдім сол жақта. Сосын қалаға оқуға түсіп, музыкитға оқуға түстім да, содан кейін бірінші курс оқып жүргенде осы қалада ары қарай не істеп кеттім. Намазымды оқып ары қарай жүре бердім. Негізі жалпы исламға ауылда келдім. Үйде ешкім намаз оқымайды. Сол мамам просто намаз оқы деп айтып жүрді. Сосын мешітке барып, бірден исламдарға қабылдадым. Имамдардан кәдімгі үйреніп, намазын оқып үйрендім. 2014 жылдың мамыр айында Ғұбайдуллин жихад жасау мақсатында Қазақстан аумағынан шығып, Қырғызстан арқылы Түркияға жетіп, қарулы қақтығыс болып жатқан Сирияға барып, ислам мемлекеті ИГИЛ террористік ұйымына кірген. Елде жүріп өзіне ізбасар қарастыра бастаған Ғұбайдуллин шетте жүріп те өз жұмысын жүргізіп отырғанға ұқсайды. 2014 жылдың маусым айында Ғұбайдуллин мен Ринат Жұмағали ғаламтор арқылы Сириядағы қарулы қақтығыс жайлы ақпарат алмасып тұрған. Ғұбайдуллин сол жылдың маусым, қыркүйек айларында қару асынып түскен суреттерін Ринат Жұмағалиға жіберіп, оны сонда келуге үгіттеген. Достарым болды, осында бірге жаңа ислам қабылдағаннан кейін 2010-2012-лерде жаңа Ғұбайдуллин Айбек деген сияқты жақсы араласып тұрдық. Араласып тұрғаннан кейін жұмыс бәрін бірге істеп жүрдік. Сосын олар деген жаңа Сирияға кетіп қалды, Аллахтың жолына соғысуға. Содан сол жаққа кеткеннен кейін бізге хабарласып жаңа мұнда келіңдер, мұсылмандарға көмек керек. Семьяларын бірге шықпасаңдар да өздерің бірінші келіңдер. Соған баратын жолдарды айтты, қалай істеу керек, нелер. Біз соған ниеттеніп жүрдік, жаңа дос балдарымыз болды. Содан кейін оқысамат, жаңа жолға шықтық, жолымызды жабылдық жаңа. Содан кейін жаңа кері жұмыста жүре бердік. Кері жұмыста жүре бергеннен кейін сол хабарласты досым, Сириядағы досым. Хабарласып, Ғұбайда Айбек, әйеліңе жолына қаражат керек болып отыр, көмектесе аласыңдар ма деп. Соны біз жарайды дедік, көмектесейік, по возможности, балдардан жинап көрсейші. Әйелім шығу керек, екі баламен. Жаңа жұмыста өзімнен жаңа қасындағы дос балдардан жинап ақшаны жолдасына апарып бердік. Мен өзі қазір отқанда осы қаржыландыру несімен отырмын. Терроризм, экстремистік топты қаржыландыру несімен, статьясымен бабымен сонда мен отырмын. Онда мен қаржыландырғанда ең бірінші өзімнің қасымда жүрген командада бірге ойнаған жолдас балам Ғұбайдуллин Айбек деген болды. Ақжайық футбол командасында бірге ойнап жүргенде, сол бірге ойнадық екеуміз. Алтыда ол сол кезде үнтүнсіз, ол да сол біздер ұстаған бағытты ұстаған жүрді, Сирияға кетіп қалды. Сирияға кетіп қалса ғаламтордан көрдік. Содан кейін Айбектің ұсынысы бойынша Айбекке өзімізше көмек көрсетеміз деп ақша жинадық әйеліне.
Оны біздер білген жоқпыз, қаржыландырып білген. Сосын осылай тап болдық. Түрмеден бір шықтық. 2014 жылдың қазан айында азамат Құбайдуллин Ринат Жұмағалимен хабарласып әлеуметтік желіге кіруін сұраған. Өзара сөйлесу барысында Құбайдуллин Сирияда соғысып жүргенін айтып, Ринат Жұмағалиға Орал қаласында тұрып жатқан жұбайын жіберуді, ол үшін Орал жамағатынан ақша жинап, қаржылай көмек көрсетуін сұраған. Ринат Жұмағали бұл ойды Букешевке Қарақбайға жеткізген. Көп кешікпей олар әлеуметтік желі арқылы Құбайдуллинмен байланысып, оның әрекетін қаржыландыру мақсатында жоспарларын талқылаған. Бүгінде Құбайдуллиннің заңсыз әрекетін қаржыландыруға атсалысты деген айыппен олар жауапқа тартылып отыр. Ата-анаңның қадірін түсіну керек, содан кейін айтарым. Ата-анаңның, әке-шешеңнің қадірін түсіну керек. Отырасың, өкінесің осылай түрмеге түскеннен кейін. Сосын бәрін ой толғауынан өткізесің. Әке-шешеңнің барлығын түсінесің. Ата-анаңның қадірін түсінсең. Әр адам әртүрлі қиыншылықпен түсінеді ғой. Қиыншылыққа байланысты қателерін мойындай бастайды жайлап. Қателерден кейін өз-өзін дұрыстайды ғой. Бәріміз біліп туылатын болсақ, егер де мен осындай болатынын білсем, түрмеге түспеудің амалын істейтін едім, қателеспеудің. Енді осындай болып қалғаннан кейін оған өкінетін ештеңе жоқ. Бұл да бір сабақ болып отыр ғой. Осылай болу керек болып тұр екен де. Егер де болмаса, одан да жаман нәрсе болуы мүмкін еді. Біз елде емес, басқа жақта отбасымыздан бөлек кетіп қалсақ, ол вообще бұдан қиын нәрсе де. Бүгінде бұл азаматтардың артында әйелі, балалары, ата-анасы қалды. Мен ондай жалпы білген жоқпын. Көмек ретінде деп ойладық қой. Өзі де солай ойлады, көмек ретінде беріп жатырмын деп бара жатты. Бірақ алайда арты осындай болады деп ойлаған жоқпыз. Букешевтің әйелінің сөзінше оның жұбайы Нұржан сүттен ақ, судан таза, жазықсыз қамауға алынған. Алайда қолдағы бар деректер басқаша сөйлейді. Жоғарыда келтірген деректерден өздеріңіз де байқадыңыздар. Бұл аттары аталған азаматтар Сирияда қарулы қақтығысқа заңсыз қатысып жүрген Құбайдуллинге қаржылай көмек көрсету ісін ұйымдастырғаны туралы ақпараттар келтірдік. Бұл әрекеттер Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы. Өзін мекендеп жатқан елдің заңын білмеу сені жауапкершіліктен босатпасы анық. Бізге Жұмағали Ринат пен Нұржан Букешевтің анасымен тілдесу мүмкіндігі туды. Балаларының басында дін жолында түскеніне қуанған ата-ана бүгінде ол райынан қайтқан. Бір баласы темір тордың ар жағында жазасын өтеп жатса, екінші ұлы хабарсыз кеткен. Келіп жатқан қалаға келіп жатқан ауылдың жастары мына ауылдан келеді ғой, енді ештеңе білмейді, оң солын танымаған балалар. Сондайға бармасын, сондай жолға түспесін, не болса да мешітке жоламасын, сақалдылардан аулақ жүрсін балалар. Баламды, конечно, қайтаруға көмек сұраймын. Күндіз-түні Құдайдан көмек сұраймын. Қай жерде жүргенде білмеймін. Турцияда білмеймін. Өзімнен көрмейін де жоқ. Августте 1 жыл уақыт кеткен. 17 дедік. Осы кеше июньде 18-ге тұрды. Біздерге звондады сол неге, басталып. Мен намаз оқып жатырмын, мешітке барып жүрмін деп. Сол біздер де жаңа қуандық. Мен төбелеспейді, әйтеуір арақ ішпейді, темекі тартпайды деп. Сөйтіп жүрдік қой, оны білмедік қауіп ететін. Сосын бұлар мешітке жиі барып тұрды. Содан кейін барып, келінім ауырып, мен қатты ауырып, осындай мен келдім, немере бағуға. Сонда келгенде уже бұл кешке қарай сол мешітке бағыштау жиілік кетті. Содан бірақ мен сұрадым, балам, мешітке сен неге жиі барасың деп. Біздер осылай намаз оқимыз, апа, ол жақсы. Солай не деп. Кәпірлермен араласып, не дейміз. Жақсы деп, намаз оққан жақсы деп, сон біздерге айтты, намаз оқыңдаршы деп. Солай басталды енді. Бүгінде Әлішер Қарақбай, Ринат Жұмағали, Нұржан Букешев өздеріне тағылған айыпты толық мойындады. Өз сөздерінде айтқан, досымызға көмектеспекші болдық дегендері экстремизм мен терроризмді қаржыландыру ісіне атсалысу деп танылды. Енді жазаларын өтейтін болады. Жауапқа тартылған Әлішер Қарақбай 1 жылға, Жұмағали Ринат 1 жыл 6 айға, Нұржан Букешев 2 жыл мерзімге жазасын өтеу туралы соттың үкімі шықты. Бүгінде қой терісін жамылған қасқырда елді ішінен ертіп жүрген түрлі діни ағымдар көп. Солардың ішінде салафизм, ваххабизм, такфиршілерден келетін қауіптің беті күшті. Олар елдің салт дәстүрін меңгерген болып, салт дәстүрді әдет-ғұрыпты сақтаған болып, жастарға ақыл айтқан бола отырып, өздерінің идеологиясын жүргізіп отырады. Жоғарыда аталған жастар аталған ағымдардың жетегінде кетіп, арбалғандар. Бастысы, мұндай оқиғалар тарихта енді қайталанбасын деп тілейік. Сіздердің назарларыңызға ұсынылған Арбалғандар бағдарламасы. Сіздерге жұмыс жасаған мен Жанат Көшкінбай. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.